Tangıt el tural leksiyamızdı bastayımız. Tangıt elin 1227 жылы Чыңгыз Ханның жойып жіберген тарихтан білеміз. Бірақ оның түркі тілдес пе, әлде Қытай тілдес пе, қандай мемлекет болғаны жөнінде тарихты өте сирек жазылғандықтан, біз ол елдің тегі қайдан шыққаны туралы көп мәліметіміз жоқ. Біз енді соны оқырмандарға жақсырақ таныстырайық деген оймен осы лексияны бастадық. Таңғыт елі 1038 жылдан 1227 жылға дейін ресми 189 жыл бойы хандық дербес мемлекет болып өмір сүрген Сәмбидің тобы әулеті құрған мемлекет. Олар Қытайдың батыс терістігіндегі бүгінгі Нingxia Тұңған автономиясының жерінде құрылған бектік болатын. Өздерінің тілінде аппақ ел атағанымен Қытай тарихында батыс Xia, Моңғол тарихында Таңғыт деген атпен белгілі. Билік аз ғана тобы қолында болса да, халқының көбі Сычуан провинциясынан келген Чаң, Даңшаң деген ұлттар болғандықтан және оңтүстіктегі тибеттердің ықпалымен ертеден Будда дінін қабылдағандықтан бұл елді Сәнби деуге де, Тибет деуге де келмейтін ұлттар құрамасы еді. Алайда оларды Будда діні біріктірген болатын. 1038 жылы билеушісі алғаш рет өзін патша деп атап, өздерін мемлекет атай бастаған жылдары олардың шекарасы шығыста Ляо империясы мен оңтүстікте Тибетпен және Қытайдың Сун хандығымен, солтүстігі Моңғол даласы мен батысы Тұрпан ұйғырымен шектесетін үлкен аумақты алып жатты. Яғни бүгінгі Чинхай, Гансу провинцияларын толығымен, Ningxia автономиясын толығымен, ішкі Моңғол автономиясын жартылай қамтыған үлкен территорияда тұрды. Таң дәуіріндегі Алушан билігінен соң 764 жылдардан бастап Таң билігі өздеріне жақын отырған өзге ұлттарды шекара сыртына шығара бастады. Осы кезде Даңшаң ұлты мен Тобы ұлты да батысқа қарай ығыстырылды. Олар алдыңғы тарауларда айтып кеткен Құлан Бопының бір мезгіл ел болып тұрған Таша мемлекеті жеріне қоныстанды. Біз алдыңғы тарауда Құлан Бопыны Сәмбилердің Ви елі мен Тугухун деген Сәмбилердің тағы бір елі екі жақтап соққылап Қытай жерінен қуып шыққанын айтқан едік. Әбден тоз-тоз шыққан Құлан Бопыны бер қарай батысқа асырып тастағанын, оның 500-дей ғана үймен бүгінгі Боғда тауының маңына жетіп ес жиғанын айтқан болатынбыз. Енді бір бөлім ғұндар Жыныс орманның ішіне кіріп Ергін өзенінің бойына жеткен соң ес жиғанын айтқан болатынбыз. Екеуі де түріктердің алғашқы шыққан жері Қытайдың Пинляң құздарынан шыққан, Жиншаннан шыққан, Ергін Өкөннен шыққан деп шатаса беретін тарихын осылай анықтап берген едік. 5-6 тарихи кітаптан жинаған қорытындымыз осылай болған еді. Өздерінің құрамы әрі аз халық екенін ескерген Таңғыт елінің алғашқы билеушілері алғашында өздерінің әлсіз кезінде маңындағы шашылып жатқан ұсақ хандықтардан да қорқатын. Кейін олардың бәрі жойылып, біразы Ляо Қиданына, бір үлкен бөлігі Сун хандығына бағынып кеткенде, бұлар үнсіз ғана өз дербестігін сақтап қалған еді. Олардың нағыз хандығы 189 жыл деп жазылғанымен, іштей өз билігін жүргізген жылдарын қоссақ 346 жылға баратын. Таң империясы Қидан билігіне Ли деген фамилияны сыйлыққа ұсынғанын жоғарыда Қидан елі туралы лексияда айтқан едік. Сол сияқты Таң билігінің Таңғыт билеушілеріне берген Лиф деген фамилиясы болды. Мысалы, Ли Жичан деген билеушісі өзін көбінесе
Тобожичан деп айтатын. Бұлар күрес жасап жатқан жылдары бұлардың оңтүстігінде Тибет деген ірі ел пайда болған еді. 670 жылдары Тугухун деген Сәмби тайпасының елін жойып жіберген тибеттер бұл кезде күшті ел болатын. Үздіксіз соғыс жүргізіп аты шыққан Тобожичан батыс пен шығыстың сауда жолын үзіп тастағандықтан тибеттер Тобожичанды жасырын атылған садақ оғымен жаралап өлтірді. Таққа отырған інісі Тободымин наразы болған Тибет пен ұйғыр еліне аяусыз соққылар берді. Оның ұлы таққа шыққан жылдар, яғни 1032 жылдан бастап Ли деген текті тастап, Ви деген фамилия қолдана бастады. Әрі өздері ғана танитын өзіндік жазуларын жасай бастады. Тободыминнің осы Лиянхо деген ұлы өзін Ви Юанхо деп атап, өз еліне жазу жасатып болған соң, 1038 жылы өзін патша деп жариялаған еді. Яғни осы 1038 жылы Таңғыт хандығының ресми дербес ел болып қатқа түскен жылы есептеледі. Көрші Қытай Сұң елі оған ренжіген еді. Ол тіпті Сұң еліне шабуыл жасады. 1044 жылы әскерінің саны 500 мыңға жеткен Тобо Юанхо патша Сұң елінің 100 мыңнан артық жасағын жойып, бір жолғы ұрыста үлкен жеңіске жетті. Алайда осындай бір ірі жеңістен соң Юанхо хан арақ шарап ойын-сауыққа беріліп кетті. Ол Мизан Опаң деген уәзірінің қызымен жақындасып, одан бір ұл туған еді. Өз мұрагеріне атастырылған тағы бір қызды тағы да алып алған ол қызды үлкен ханымдыққа қойған соң, оның қылығына шыдамаған Мизан Опаң мұрагер ұлына әкесін өлтіртіпті де іле-шала өз қолымен мұрагерді өлтіріп тынды. Таққа енді өз қызынан туған 1 жасар баланы отырғызып қойып, мемлекетті өз билеп төстеді. Бұл 1048 жылдар болған оқиға. Бұл ел бұдан кейін тағы 79 жыл бойы өмір сүрді. Сол жылдарда оған Керей ханы Тоғорылдың өзі және інісі Керей тайлар барып бас сауғалап тұратұғын. Тіпті Керей ханның Тоғорылдың інісі Керей тай ол елде көбірек тұрғандықтан Жаға Камбу, яғни жақсы хан деген, жақсы ханзада бүгінгі тілге аударсақ, жақсы сұлтан деген сияқты мәнсап алып қайтқанын кейінгі лекцияларда айтатын боламыз.